Ресей, Калуга облысы, Вознесенский ауылы. Екі қабатты мырзаның Вознесен шіркеуі. Құрбандық үстелінің ішкі қабырғасындағы тауашалар. Екінші жағында да осындай тауашалар бар. Тауашаның өлшемдері үлкейтілді. Кірпіш қабырға мен шағын тауашасы бар. Және ол жерде тауашаны пеш орнату үшін пайдаланды. Сіз құлаған кірпішті көріп тұрсыз ба? Тауашаның ені мен биіктігі ұлғайтылды. Мұнда пеш қою үшін. Олар төбесінде тесік сындырып, мұржа кіргізді. Қабырғадағы кірпіш ақ ерітіндімен бірге ұсталады. Қайта өңдеу ерітіндісі қоңыр түсті. Ғибадатхананың орталығы бірінші қабат. Еден деңгейінен төмен ауа құбыры жасалады. Пешке сыртқы суық ауаны беру үшін. Пеш бөлмеден жылы ауаны ысырап етпеу үшін. Ауа арнасы әдейі тегіс иілу арқылы жасалған. Ауаның екпінін тегістеу үшін. Бағандағы тауашалар шіркеу құрылысы кезінде жасалған. Пешті орналастыру үшін тауашаны ұлғайтты. Олар бағананың кірпіштерін сындырды. Қара күйенің қалдықтары көрінеді. Олар мұржа үшін тесік тесіп тастады. Қисық шұңқыр мен құлаған кірпіш. Көрші тірекке пеште жасалған. Өзгеріссіздері кірпіш қоңыр ерітіндімен бірге ұсталады. Осы пештің үстінде түтін шығуы үшін тесікте жасалған. Мұнда металл түтін құбыры салынған. Мен шіркеудің екінші қабатына көтерілдім. Мұнда екі шұңқыр көрінеді. Шұңқырдың түбінде тесік бар. Бұл мұржаға арналған тесік. Ғимараттың осылай модернизациялануынан екінші қабаттың едені опырылып түскен. Мен бұл тесікті төменнен бірінші қабаттан көрсеттім. Төбеде мұржаға арналған тесік сынған. Құбырды сыртқа шығару үшін олар шіркеудің сыртқы қабырғасын теседі. Тесік сыртынан қарағанда осылай көрінеді. Кірпіштер қағып үгітілген. Орыстар бұл шіркеуді салған кезде Ресей жыл бойы жылы болды. Аязда қарда болмады. Жылытудың қажеті жоқ еді. Бірақ климат өзгерді. Ғимараттарды суық жағдайға бейімдеуге тура келді. Пештерді орнатып, мұржаларды жарып жіберіңіз. Ғылыми тарих таяу өткендегі айтарлықтай климаттық өзгерістер фактісін жасырады.